біз осы атом электр станциясы туралы айтылғанда үнемі еститін мәселеміз бар. Бұл бізді энергетикалық тұрғыда тәуелсіз қылу керек, арнайы құрылғы деп айтамыз, арнайы құрылыс саласы деп айтамыз. Енді нақты бір мәлімет келтіріледі, үнемі бұл дегеніміз 2023 жылы Қазақстан Ресейден 3,4 миллиард киловатт сағат электр энергиясын импорттаған дейді, яки сатып алған, ол үшін 100 миллиард теңгенің шамасында қаражат төлеген екенбіз Ресейге. Және бұл дегеніміз көтерме бағамен алған электр энергиямыз, егер бұдан есептескен, келіскен бағада мөлшерден асып кетсе, онда біз бөлшек сауда ретінде бұдан еселеп көп ақша төлеуге мәжбүр боламыз делінеді. Ресми түсіндірме жұмыстарында ел халық естіп жүрген. Енді осы салынуы мүмкін, халық қажет деп тапса АЭС. Бұл түгелдей дерлік Қазақстанда электр энергиясы тұрғысында тәуелсіз қалады деп айта аласыздар ма, жоқ па? Бұл жерде айтып кету керек, жаңағы энергетика министрлігінің жоспары бойынша 2035 жылға дейін, осы 10 жылдан кейін берілетін генерация түрлерінің атом электр станциясы 9%-ын ғана құрайды екен. Басқалар жаңа баламалы энергия көздері, жаңа көмір дейді, су электр станциялары, газ электр станциялары. Сондықтан да бұл жерде АЭС салып болған кезде біз толықтай энергияның тапшылығынан аримыз деп айтуға болады. Себебі ол жерде тек қана АЭС емес, ол жерде қосымша айту керек, өйткені ел түсінбей жатады. Сіздер АЭС салған кезде басқасын бәрін тоқтатып тастайсыздар ма дейді. Жоқ, ондай болмайды. Баламалы энергия көздері де дамиды. Шалғай аулдарға мысалға ол жерге АЭС-ін салған не керегі бар? Ол жерде жаңағы жел болса жел, күн шығып тұрса күн энергиясы, газ келіп тұрса газ энергетикасын беру керек. Ал жаңағы салайын деп отқан өндірісіміз негізі тұрақты тоқты қажет ететін өндіріс саласы ғой негізі. Сол өндіріс саласына сол АЭС-тен тоқтаратсақ деп отыр. Демек, энергетика тұрғысында Қазақстан толықтай тәуелсіз қылады деп сіз айта аласыз. Айта аламын.